Тамаша көршісінің қоршауына жақындап оны айғайлап шақырды. «Ата! Сәрсенбай ата!» Кішкентай ғана шағын ғана үйден қарт адам қарады да, көршісін көріп қабағын түйіп, «Саған не керек?» деп дөрекі сұрады. «Бұл қанша уақытқа созылуы мүмкін?» Ата? Тағы да ешкіңізді қамамапсыз. Бұл біздің бақшамызға кіріп, барлық төсек орындарды таптап кетіпті. Менің бақшамдағы алма мен алмұрттың бұтақтарын сындырып жеп кетіпті. Ал, енді маған не қыл дейсің?» «Жоқ, сіздің есіңіз дұрыс па?» Тамаша айғайлады, өз-өзін ұстай алмай. Бұл қыңыр мінезді қырсық шалды ауылдың тең жартысы ұната қоймайды. Ауылға қаладан көшіп келгеніне біраз болды. Жалғыз өзі тұрады. Біреулер оның әйелі болған деп айтты, бірақ ол ертеректе қайтыс болыпты. Өзі 90-ға келді. Әлі тың, ана дүниеге кететін түрі жоқ. Сәрсенбай ескірген ауласындағы қоршауларды өздігінен жөндеп, әртүрлі шөптер теріп әкеліп, шөп дәрілер қайнатып ішетін. Ал 2 жыл бұрын базардан ешкі сатып алды. Ал қазір бұл төзімді жануар қожайынымен бірге бүкіл ауылға қиындық тудырып жүр. Ешкі ешкімнен қорықпайды. Оны өз бау-бақшасынан таяқпен қуып шыққан ашулы ауыл тұрғындары да, қатты үрген иттері де. Ол мүйіздерін алға қойып, дөңгелек көздерін қысып, әзілдесуге ниеті жоқ екенін ескерткендей, соңына дейін өзін қорғайды. Бірнеше рет біреулерді сүзіп те алған. Ауыл тұрғындары акиматқа Сәрсенбай мен ешкісіне шағымдануға кезек-кезек баратын. Бірақ ол жерден шешімін таппай, салдары суға кетіп келетін. Ақсақал мен ешкісін кінәсі үшін жазалайтын заң жоқ. Ол оны болмағасын байлап та тастайтын. Қалай екені белгісіз, әйтеуір қашып кететін. Жайылымға басқа үйлердің қой ешкілерімен жібермеді. Олар кезекпен бағатын. Бір ешкі үшін қой кезекке бармайтын шығар. Сәрсенбай соншалықты қартайған, оны ешкім де соттай алмайтын еді. Құрметті тыңдарман, әңгімені жалғастырмай тұрып айтайын дегенім, менің видеоларымды 74% адамдар каналға тіркелмей көреді екен. Өтінемін, егер де әңгімені тыңдап отырған болсаңыз, каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Қазақша каналдарды қолдаңыздар. Тіл жоқ жерде ұлт та жоқ. Ойлаңдаршы, деп ауыл тұрғындары бастарын шайқады. Қаншама адам қайтыс болып жатыр. Жасы да, кәрісі де бар. Олардың да ұзақ өмір сүргісі келер еді. Ажал адам таңдамайды ғой. Бұл шалдың жанын алуды ұмытып кеткен бе? Әділдік қайда? Кім айтады? Иә, оның өті уға толып қалғаны сонша, бірде-бір бактерия оның ағзасында өмір сүре алмайды. Ал қарттың шынымен де денсаулығы мықты. Иә, анам ол әрқашан солай тың болғанын айтатын. Әжем маған ол біздің ауылға қаладан шаршағасын көшіп келгенін айтты. Өйткені ол үнемі қалада ауырып жүріпті. Дәл солай, біздің ауылдың таза ауасы мен табиғаты ем болған шығар. Сәрсенбай сонымен қатар барлық шөптерді жинап, қайнатып ішеді. Сондықтан ол ауырмайды. Біз бәріміз дәрі-дәрмектермен емделеміз. Ал ол ескі әдіспен, әртүрлі шөптермен күн сайын от жағады. Соншалықты ақылды болса, неге ол басқаларға көмектеспейді? Ауырғанда көмек сұрап барғандарға қол ұшында бермейді. Қыңыр қырсық шал. Сәрсенбай туралы осыған ұқсас әңгімелер ауылда айтылып жүр. Әдейі істемесе де басы дауға қалады да жүреді. Ақсақал от жағады. Жақын маңдағы көршілері тұншығып, оған ұрсуға келеді. Олардың айтқандарын құлағына да қыстырмайды. Басқаларға ұнамайтындығына мән де бермейді. Өз ісін жасап жүре береді. Сосын отын әкеледі. Ол қалай кіру керектігін, оларды қай жерге түсіретінін түсіндіргенше, машина барлық көршінің гүлдерін басып кетеді. 10 жыл бойы қария өз бақшасында аралар ұстап бал жинады. Айналасындағы адамдарды шаққанымен де шаруасы жоқ. Көршісі Танзила алмұртты ағаштан жұлып алып жеп жатса, ол алмұртта ара тұр екен. Әйелді ара шағып әрең аман алып қалды. Ал оның туыстары шағымданып келгенде, шал, оның көзі қайда болды? Алмұртта ара барын көрмеді ме? Сенің енеңді Құдай жазалап жатыр. Оның ниеті жаман.
Ол менің ақтөс итімді олағысы келгенін ешқашан ұмытпаймын. Қайта менің дер кезінде көріп қалғаным жақсы болды. Әйтпесе менің бейшара итім өлетін еді. Міне, сол үшін де жазасын алды. Сіздің итіңіз біздің екі тауығымызды өлтірді. Бұл не, аз ба? Ит болса не бопты? Ол тірі жануар ғой. Оны қалайша өлтірмекші болды? Итті түсінуге болады. Ол жыртқыш аң аулағанды ұнатады. Енеңіз текке көшеде өсек айтып жүргенше тауықтарына дұрыстап қарасын. Сәрсенбай осылай өмір сүрді. Ауылдың тең жартысы оны жек көретін. Содан кейін ол өзі сияқты жаман ешкі сатып алды. Алайда ешкі қожайынның ғана тыңдайды. Ол тіпті оны жарты сөзінен түсінетін сияқты. Айтқанының бәрін әрқашан орындайтын. Бір күні қартты бірнеше күн көрмеген көршілері мазасызданып, оның жағдайын білуге келді. Барлық жерді қарап шықты. Ол еш жерде жоқ. Тек ешкісі ғана жүр. Үйде де ешкім жоқ. Сәрсенбай, сен қайдасың? Сәрсенбай ата, тірімісің? Жоғары жақтан даусы естілді. Сіздерге не керек? Тірі болсам қайтейін деп едіңдер? Бастарын жоғары көтеріп, барлығы Сәрсенбайдың шие ағашында жидектерге толы шелекпен отырғанын көрді. Көршілері ашуланып, бұл бәріміз өлгесін барып өлетін шығар, 90 жасында ағашқа шыға алса. Бірақ Сәрсенбай өзі олай ойламады. Өйткені ол таңертең ауылдық әкімшілікке келіп, әкімге қарама-қарсы отырып, қарсылық қабылданбайтын үнмен, мен өлгесін мені өзімнің бақшама жерлеңдер. Менің ешкімді Күлімжан бухгалтерге беріңдер. Ол өте мейірімді, менің ешкімді ренжітпейді. Сәрсенбай ата, бұл не дегеніңіз? Алжиын дегенсіз бе? Онда не тұр? Қария таңғалды. Қай жерде жерленетінімді таңдау менің міндетім. Жоқ, сіздікі емес, біздікі. Егер бәрі солай, қайда қаласа сонда жерленетін болса, сонда не болғаны? Мен барлығына емес, өзіме ғана алаңдаймын. Міне, көрдіңіз бе? Сіз қандай өзімшіл адамсыз, деп басын шайқады. Ешкімді ойламай, өзіңіз ғана өмір сүріп үйреніп қалғансыз. Енді өлгесінде бізге қиындық тудырайын деп пе едіңіз? Бәрібір сіздің айтқаныңыз болмайды. Үйіңізге барыңыз. Егер өзіңізді жайсыз сезінсеңіз, дәрігерлерді шақырайын. Маған дәрігерлерің не үшін керек? Сәрсенбай ата таңғалып, мен оларсыз да бәрін білемін. Мен өсиетімді жазып қойдым. Жерлейтін орынды да таңдадым. Сондықтан сіз менімен дауласпағаныңыз жөн. Мен сізден адам сияқты сұрап тұрмын. Жоқ, бұлай болмайды. Қай жерге жерлесек те бәрібір емес пе? Мұныңызға жол болсын. Бірінші өліп алыңыз. Өлем деп қорқыта бермей. Сосын барлығы еркін тыныстайтын шығар. Қайыржан әкім үндемей көздерін жыпылықтатып, артық нәрсе айтып қойғанын түсініп, одан сайын өзіне ашуы келді. Болды ата, барыңыз. Онсыз да шаруа бастан асады. Барыңыз, болды. Бәлесінен аулақ. Жарайды, деп қария орнынан тұрып, кеңседен шықты. Неге екені белгісіз Қайыржан Сәрсенбай ата ашуланып, есікті тарс жауып кетеді деп ойлады. Бірақ қателесті. Керісінше Сәрсенбай ақырын жауып кетті. Бірақ Қайыржанның ойынан қандай адам өзі? Ешкімге қайыр жоқ қыңыр шал. Асарын асап, жасарын жасап алып, өлгесінде бізге қиындық туғызбақшы ойы бар. Мәйітті аулаға жерлеу деген не сұмдық? Бұл азғындық қой. Ауылдағы барлық адамдар оны жақтырмады. Ешкім де оны аямайтын. Иә, ол да олардың аяғандарын қалаған жоқ. Сәрсенбай ата ұзақ өмір сүрді. Көрешегін көп көрді. Қиыншылықты да, қуанышты да. Соғыс болған жылдарды ешқашан ұмытпайды. Анасымен қоса ағасын да жалмаған. Сосын оны әкесі жағынан жалғыз қалған туыстарының қызы өз қамқорлығына алды. Айсара ол кезде 19 жасқа толмаған жас қыз. Сәрсенбай Айсарамен бірге зауыттардың бірінде жұмыс істеді. Снарядтар жасады. Күніне 2-3 сағат қана ұйықтап, станокта бір-бірін алмастырып тұрды. Сосын қатты шаршайтын. Бірақ ешқашан ештеңеге шағымданбады. Соғыстан кейін Айсара көп өмір сүрмеді. Ауыр жұмыс істегеннен денсаулығы да болмады. Бұл өмірде қалған жалғыз адамының қабірінің жанында тұрып, Сәрсенбай міндетті түрде дәрігер боламын деп шешті.
бүкіл өмірін адамдарды құтқаруға арнаймын деп ант берді. Сәрсенбай өз сөзінде тұрды. Ол институтта бітіріп, ауруханада жұмыс істеді. Бірде ол өзінің пациенті Айсара деген қызбен кездесті. Сүйікті тәтесінің есімі. Ол да тәтесіне ұқсайтын. Сәрсенбай өзі мойындағысы келмесе де, оған ессіз ғашық болды. Сіз мені не, кездесуге шақырғыңыз келе ме? Деп жігіт оған дала гүлдерін бергенде ұялып күлді. Ал сіз келсесіз бе? Деп қуанды ол. Менің сізге керегім не? Деп Айсара қабағын түйді. Сіз білікті дәрігерсіз. Сізге мұндай қалыңдықтың керегі не? Менің ешкімім жоқ, тұл жетіммін. Ол ештеңе емес, деп күлді Сәрсенбай. Мен де бұл әлемде жалғызбын. Енді бір-біріміздің өмірімізде боламыз. Иә, деп басын изеді қыз күліп. Көп ұзамай олар үйлену тойларын жасады. Олардың бастарына қонған бақ ешқашан кетпейді деп үміттенді. Шынында да, олар тату-тәтті өмір сүрді. Бір-бірін қатты жақсы көретін, тек балалары болмады. Айсара қатты уайымдады. Балалары болғанын қалады. Тек күйеуінің қолдауының арқасында ғана күйзеліске түспей жүрді. Бірде кешкі ас кезінде күйеуінің көзіне қарап, бала асырап алсақ қайтеді? Сонда біз нағыз отбасы бола аламыз. Қалай ойлайсыз? Сәрсенбай қасығын бір жаққа қойып ойланып қалды. Содан кейін, білесің бе, мен де солай ойлап жүргем. Бірақ сен бұған қалай қарайды екен деп айтуға батылым бармады. Сен дұрыс айтасың. Сенің айтқаныңмен келісемін. Ертең балалар үйіне барып, директормен сөйлесейік. Олар бізге бәрін қалай дұрыс жасауға болатынын, қандай құжаттар керегін айтатын шығар. Айсара күйеуінің мойнынан құшақтап, қымбаттым менің, сіз әлемдегі ең жақсы адамсыз. Мен сізді қатты жақсы көремін. Біз ең кішкентай сәбиді алайық. Ол тіпті біз оның ата-анасы емес екенімізді білмей де қалады деді. Сәрсенбай күлімсіреп басын изеді. Бірақ бәрі олар ойлағандай болмады. Олар балалар үйінің табалдырығын аттағанда, бұйра шашты бала оларға жүгіріп келіп, Айсараны кішкентай қолдарымен құшақтап, «Анашым, менің анашым, сіз мені таптыңыз ба?» Айсара оның алдына еңкейіп, оны құшақтады. «Иә, менің тәттім, иә, мен сенің анаңмын». Содан ол күйеуіне жалбарынып қарады. Ал ол әйелін құшақтап тұрған аққұба періштеге қарап, бәрін түсініп басын изеді. Бірақ балалар үйі директоры олардың бұл таңдауын құптамады. Оларды басқа баланы таңдауға көндіруге тырысты. Талғат мінезі тым қиын бала. Оны бағу қиын болады. Мен сіздерге оның тұқым қуалаушылығы мен психологиялық травмалары туралы айтпаймын. Тек менің сөзіме сеніңіздер. Болды. Олар сенбеді. Директордың айтқаны келгенде кеш болды. Баланың періштедей келбетінің артында тұнып тұрған зұлымдық екен. Оны түзету мүмкін болмады. Талғат ата-анасының одан бас тартпайтынын түсінгеннен кейін ол оларға өзінің шынайы келбетін көрсетті. Қыңырлық, дөрекілік, ашушаңдық, өтірік айту, ұрлық жасау жаман ортаға түсті. Жаман әдеттері жылдан жылға көбейді. Айсара мен Сәрсенбай ештеңе істей алмады. Талғат өскен кезде сотқа шақыртулар мен түрмеге түсуі басталды. Бір күні жазасын өтеп түрмеден шығып, үйіне келгенде Айсара әдеттегідей оны аналық махаббатымен жылы қарсы алды. Сәрсенбай ол кезде басқа қалаға жұмыс бабымен кеткен болатын. Талғат анасымен сөзге келіспей қалып, анасын ұрып өлтірді. Қылмыстың ізін жасыру үшін үйді өртеп жіберді. Көршілері жанжал болып жатқанын, көмекке шақырған шырқыраған Айсараның даусын естісе де келмеген. Содан өгей ұлы сотталып кетті. Сот әділ өтті. Сәрсенбай бұл жағдайлардан кейін қалада қала алмады. Қаладан біршама алыс ауылдан шағын үй сатып алып, тыныш әрі бәрінен бөлек өмір сүре бастады. Ол ешкіммен араласпады, өйткені өзі қаламады. Енді ешкімге сене алмайды. Қартайса да жалғыз тұрды. Адамдардан оқшауланды. Неге басқа адамдар үнемі оған шағымданып келетінін түсінбеді. Енді міне, оны әкім де түсінгісі келмеді. Бірақ Сәрсенбайға бұл өте қажет болды.
соңғы 10 жылдықтарда алғаш рет ол біреуге өтініш жасады. Ол бірден бас тартты. Содан кейін Сәрсенбай екі бала тәрбиелеп отырған, есепші болып жұмыс істеп жүрген жалғыз басты ана Күлімжанға бет алды. Ол Сәрсенбай атаға ұлы мен қызына ешкі сүтін алу үшін жиі келетін. Алдымен сүтті оған сатуды өтінді, бірақ бас тартқан кезде үнсіз күрсініп кетіп қалуға тырысты. «Күте тұрыңыз», деді оған Сәрсенбай ата. «Мен сатпаймын, сондықтан оны жай алыңыз». «Мен тегін ала алмаймын», деп басын шайқады. Ата оны тыңдамай сүтті қолына ұстатып жіберді. «Қандай қырсық едің? Менімен дауласпай ал». Күлімжан сүтті алды. Келесі күні Сәрсенбай атаға тәтті бәліш пісіріп әкелді. Сосын үнемі солай болды. Сүтті алып, қарт адамға дәмді нәрсе пісіріп әкеліп беру жүрді. Бірақ бір-бірін қонаққа шақырып, сыр шертіп, жақын әңгімелесу деген болған жоқ. Енді күтпеген жерден Сәрсенбай ата ешкісін жетектеп келе жатқанына таң қалды. Сәрсенбай ата өтінішін айтқанда, «Ата, есіңізден адастыңыз ба? Өлгені нес? Бұны қайдан шығарып жүрсіз? Бұлай айтуға қалай алмайсыз? Денсаулығыңыз мықты ғой. Жастар сіздің денсаулығыңызға қызығады». «Ой, қойындарш, мен мұндайды ұнатпаймын», деп Сәрсенбай ата ашуланып, «Бірнеше күн өзің сау, мен шаршадым, жатып демалғым келеді». Ешкісіне қарап, «Күлімжанды мені тыңдағанындай тыңда, түсіндің бе? Жарайды, мен кеттім», деп артына бұрылмай кетіп бара жатты. Күлімжан оны қайта шақырғысы келді, не айтарын білмеді. «Ал жүре ғой ешкім», деп қораға кіргізді. Бір таңқаларлығы, ешкі қораға жайбарақат кіріп, Күлімжан тастаған шөпке барып жатты. Сосын әйел жұмыстарын бір жайлы етіп, Сәрсенбай атаға кіріп шығуды шешті. Ол кісі бүгін бір түрлі көрінді. Ал Сәрсенбай ата үйіне емес, ауылдағы екі ағайынды жігіттерге келді. Олар ауылда ақшасын төлеген адамдардың шаруаларын істейтін. Ағаш кесу, шөп жұлу, шөп түсіру, қыста көмір түсіру. Сәрсенбай ата олардан өз ауласынан оған қабір қазуды сұрап барды. «Ата, сіз есіңізден адасқаннан саусыз ба?» Ол бүгін бұл сөзді неше рет естіді. Дауласуға күші де қалмады. Үнсіз ақшасын қалтасынан алып үстелге қойды. «Мен сендердің адал жұмыс істейтіндеріңді білемін. Маған да жұмыс істеңдер. Ақыларыңды жемеймін. Артығымен төлеп тұрмын. Бұл мен үшін өте қажет. Ата, сізді бақшаға көмуге ешкім рұқсат бермейді ғой», деп басын шайқады. «Мен мұндай жағдай туралы ешқашан естіген емеспін. Ол үшін уайымдамаңдар», деп қай жерді қазу керектігін айтып сыртқа шықты. Кешкі таза ауамен дем алып, жеңілдеп күрсінді. «Міне солай», деді ол өзіне сабырлы түрде. «Ешкімді апарып бердім. Барлығына не істеу керегін айттым. Ешкімге қарыз емеспін. Ақтөс иті өзі өлгенше өмір сүреді деп ойлады. Бірақ ол күтпеді. Бір жыл бұрын өліп қалды. Эх, Айсара, Айсарамай, мені күтуіңе аз ғана уақыт қалды. Мен мұнда шаршадым. Менің саған барғым келеді. Бірақ мен барғанда сен мені танитын бол». Асқар мен Аман қарт адам кетіп бара жатқанда бір-біріне қарап, оның өтінішін орындау керек пе, жоқ па деп дауласа бастады. Ақыр соңында олар ақшаны Сәрсенбай атаға қайтарамыз деп шешті. Таңертең екеуі оның үйіне келді. Күлімжан да Сәрсенбай атаның халін білуге келе жатқан болатын. Олар барлығы бірге Сәрсенбай атаның үйіне кірді. Күлімжан қорқып айғайлап жіберді. Қария төсегінде ең жақсы костюмін киіп алған, жымиған күйі, еш қимылсыз жатыр екен. Дәрігер мен учаскелік полиция қызметкерін шақырып, акиматқа қоңырау шалды. Қайыржан әкім болған оқиғаны біліп, кешегі қарт адаммен болған әңгімесін есіне алды. Басын төмен түсіріп айтқан сөздеріне тағы да өкініп қалды.
өкінгенмен пайда жоқ, жерлеу рәсімін дұрыстап өткізейік деп ойлады. Ағайынды екі жігіт Асқар мен Аман әкім келгенше Сәрсенбайдың бақшасынан өзі айтқан жерден қабір қазуды бастап кеткен. Әкім оған рұқсат ете ме жоқ па белгісіз, еш нәрсеге қарамай марқұмның соңғы тілегін орындау парызымыз деп ойлады. Әкім келгенде екеуі топырақтарды сыртқа лақтырып жатқан. Кенеттен Аман айғайлап қазған шұңқырларының бір бұрышына қарай секірді. Күректің астынан біртүрлі иісі бар ыстық су атқылап жатыр. Бұл не өзі? Мен күйіп қалдым. Бұл қандай иіс өзі? Білмеймін. Асқар асығыс жоғарыға шығып інісін шұңқырдан шығаруға қолын созды. Біз қандай да бір ыстық шипалы бұлақтың көзіне тап болған сияқтымыз. Бірақ ол неге сонша ыстық? Аман ағасының соңынан шұңқырдан шықты. Әкім оларға бірдеңе айтқысы келді. Бірақ сол кезде оларға Күлімжан келіп, қарттың өз қолымен жазған хатын берді. Мен басқа елдерге көмектесіп жүріп, хат тауып алдым. Қайыржан ағай, бұл сізге арналған сияқты. Төсек жанындағы үстелде жатты. Әкім парақты қолына алып, оны дауыстап оқи бастады. Егер сіздер менің бұл хатымды оқып жатсаңыздар, деп бастапты Сәрсенбай ата. Демек, мен енді бұл дүниеде жоқпын. Мен өлгенде ешкім қайғырмайтынын білемін. Бірақ кем дегенде біреуі мені жылы сөзбен еске алады деп үміттенемін. Мен барлық ережелерге сәйкес жасаған өсиетім бойынша менің заңды тұрғылықты жер аумағым бөлінбей, біздің ауылдық әкімшіліктің қарамағына өтеді және ауылда тұратын адамдардың игілігі үшін қызмет етеді деп үміттенемін. Бірнеше жыл бұрын мен өз ауламнан өте пайдалы ыстық бұлақтың көзі бар екенін білдім. Мен бұл бұлақтың суын өзім пайдаландым. Сондықтан мен ұзақ өмір сүрген шығармын деп ойлаймын. Неліктен ол туралы бұрын ешкімге айтпадым. Мен жай ғана тыныш өмір сүргім келді. Бірақ қазір менің ана дүниеге баратын уақытым келді. Сонымен, бұл бұлақтың емдік шипалы суы адамдардың игілігі үшін қызмет етсін. Мен осыны қатты қалаймын. Бұл менің соңғы тілегім. Оны міндетті түрде орындауларың керек. Мені бақшаға көмудің қажеті жоқ. Мен жай ғана шипалы судың көзін тапқандарыңызды қаладым. Маған сенбей, есінен адасқан шал ғой деп ойлап, таппай қалама деп қорықтым. Игіліктеріңе пайдаланыңдар. Бақытты ұзақ өмір сүріңдер. Дендерің сау болсын. Әкім Күлімжан екі ағайынды да бір-бірлеріне қарап, алғаш рет олардың ауылында ұзақ жылдар бойы өмір сүрген, бірақ ешқашан өздеріне жақын тартпаған бұл дөрекі, қырсық қыңыр Сәрсенбай шалдың шын мәнінде қандай адам болғаны туралы ештеңе білмейтіндерін ойлады. Жерлеу рәсімі ойдағыдай өтті. Әкім бұл үшін бәрін жасады. Ол өзі ренжіткен адамның алдында өз кінәсін өтегісі келгендей болды. Сәрсенбай о дүниеге кеткеннен кейін де ешкімге міндетті болғысы келмей жерлеу шығындарына кететін қажетті соманы қалдырыпты. Бірақ ауыл тұрғындары қартқа құлпытасты өздері қойды. Сәрсенбай атаның үйінің орнына биліктен барлық рұқсаттарды алғаннан кейін шипажай салынды. Бір кездері қарт адам өмір сүрген ауылға ауруларына шипа іздеген адамдар келе бастады. Айдаладағы тыныш бір ауылға жан біткендей болды. Шағын сауықтыру орталығы халық арасында Сәрсенбай атаның атымен атала бастады. Сондықтан оның аты солай бекітілді. Осыған дейін ауылда Сәрсенбай атаның артынан бір жақсы сөз айтпайтын адамдардың бәрі бұл ақсақалдың қандай жомарт, жүрегі кең, мейірімді жан болғанын қалай бұрын байқамағандарына таң қалды. Құрметті тыңдарман, егер әңгіме ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймын. Мені қолдаған әр оқырманға мың алғыс.